Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы білім болсын. Бұл сабақта сіздер егов арқылы кез келген справка түрін алуды үйренетін боласыздар. Негізінде справка алу өте оңай. Кез келген справканы қалай алу керек екенін осы сабақта үйренетін боласыздар. Мысалға, сіздерге справка отсутствие недвижимости керек болса, ең алдымен кез келген браузерға егов порталына кіріп, өз атымыздан кіретін боламыз. Войти, ECP, еговтың ішінен іздеп, разделдің бәрін іздеп жатпайсыздар. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің керек ECP-ларыңызбен еговқа кіріп аласыздар. Паролін жазамыз. Паролін жазып, подтвердить етеміз. егов порталына кіріп аласыздар өз аттарыңыздан. Мәне кірдік. Енді тағы да бір окошко ашамыз. Браузерға. Мысалы, сіздерге любой справка керек болады. Пенсионное начисление, социальное начисление справкасы, мысалы, немесе недвижимость. Справканың түрлері көп. Кез келген справканы сіздер браузердің өзіне жазасыздар. Мысалы, справка отсутствие недвижимости деп Google-ға жазамыз. Google алады сіздерді егов порталының ссылкасын сразу шығарып беретін болады. Еговтың ішіне кіріп, бұл жерден сіздер іздеп жатпайсыздар. Социальное обслуживание бедіп, іздеп отырған сіздің уақыттарыңызды алып қояды. Сол себепті сіздер просто еговқа кіріп қоясыздар, жаңадан раздел ашасыздар, және де сол жерге керек справканың атын жазасыздар. Егов сразу сізге керек ссылканы ашып береді. Мәне ссылкаға кірген кезде уже өз атыңыздан кіріп отырасыздар. Ары қарай заказать услугу онлайн батырмасын басамыз. Получить услугу на себя. Облыс таңдаймыз. Мысалы, бұл жерде Жетісу облысын таңдаймыз. Подписать и получить справку. Ал бұл жерге пропискан, яғни қай жерде, сол жерді белгілейсің. Ал бұл жерде сіздер қазір ECP таңдайсыздар. Өзіміздің ECP кілтімізді іздейміз. Қазір сіздерге бұл видеода сіздерге ештеңе көрінбейді, яғни безопасность деген бар, сақтық, сол үшін көрінбейді. Ал егер сіздер өздеріңіз алатын болсаңыздар, сіздерге окошко ашып береді. Сол жерден сіздер өздеріңіздің ECP-ларыңызды таңдап, паролін жазып, подтверждать ететін боласыздар. Қазір мен өз ECP-мді іздеп жатырмын. Подтверждать етеміз. Писать. Мәне 20 минутта дайын болады деп шығарып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, выдача справки об отсутствии наличия недвижимости имущества физического лица деп тұр. Ал юридический лицо болса, сізде ТО болса, оған бөлек аламыз. Қараңыздар, ТОға былай алсаңыздар болады. Жаңағындай справка отсутствие недвижимости деп жазамыз. Бұл бірінші тұрған жерде физический лицоға берсе, ал екіншіге предоставить сведения об отсутствии наличия. Бұл жерде ТОға аласыздар. Мәне недвижимость имущества для юридических лиц деп жазылып тұр. Заказать услугу батырмасын басамыз. Егер де сізде ТО болса, онда осы арқылы алсаңыз болады. ТОға немесе АОға тіркелген жерлеріңіз болса,
Міне физический лицо алып жатырмыз. Міне справкамыз шықты. Міне справкамызды көшіріп алдық. Сохранить как PDF дейміз да, сохранить батырмасын басамыз. Рабочий столға сақтап аламыз. Сіздерде справкаларыңыз сақталды. Кез келген справка түрін осылай алсаңыздар болады. Тағы бір қайталап өтемін. Өз аттарыңыздан eGov порталына кіріп аласыздар. ETSP арқылы. Кез келген браузерға жаңадан раздел ашып, кез келген браузерға керек справкаңыздың аты жөнін жазасыздар. Ары қарай сіздерге eGov'тың ссылкасын береді. Сол арқылы кез келген справка түрін алсаңыздар болады. Баршаңызға қайырлы білім болсын.